Армысыздар ағайын, есен аман бармысыздар. Эфирде Шулдық Шадырман бауырларыңыз. Мінекей осы соңғы 2-3 айдың ішінде эфирге шықпай жалпы мына әлеуметтік желіні азайтып, мынау ізденіс жолына көбірек түскен жағдай болды. Соның нәтижесінде мен қазір өзімнің жеке концепциямды ұстанып, соны бірсыпыра соның жүйесін жасап шықтым. Ол жүйенің аты қазақылық деп аталады. Бұл ешқандай да жаңадан жоқтан өзгені шығару, болмаса бір жердің астынан бірдеңені қазып тауып алу деген нәрсе емес. Қазақылық деген біздің мыңдаған жылдар бойы ата бабамыздан келе жатқан үлкен рухани мұра. Қазақылық деген қазақ ұлтының, қазақ тілінде сөйлейтін адамдардың ғана мұрасы деп қарастырмау керек. Қазақылық деген нәрсе жалпы адамзаттық құндылық. Қазақылық деген нәрсе адам баласының бір-бірімен, қоғаммен, ағайын туған, жекжат жұрат, көрші қолаң, мемлекеттің бір-бірімен үйлесімді өмір сүру үшін керек, және де адам мен табиғаттың үйлесімді тіршілік жасап, ұрпақ сабақтастығын әрі қарай жалғастырып отыру үшін керекті үлкен идеология. Міне мен өзім қазақылыққа келдім. Мен тәңіршілікке ешқашан қосылған адам емеспін. Өйткені тәңірші, етікші, тігінші деген сияқты ондай ші деген жалғауға көңілім толған емес ешқашанда. Ал жалпы қазақ атамыздың, қазақ бабамыздың рухани мұрасы, сенім, нанымы, ұстанымы, жол жобасы қандай екені, міне осыны барлығымызда қызықтық, іздедік. Енді бір бауырларымыз қазір жүр, ол арабтардан келген, арабтың Әнес сахабасынан тарадық та, біздің жаңағы неміз осы адам болуымыз арабтың арқасында деп ойлайды. Мынау мәдениет, саясат, ғылым, білім, кітап деген сөзіміздің бәрі арабтан келді дейді да. Ал бірақ түп төркініне келетін болсақ, тіпті арабтың Алла деген сөзінің өзі қазақтан шыққан. Мынау айтып жүрген Ахмет, Мехмет деген арабтың сөзі деген, мынау Ибрахим деген, Сүлейман деген жөйттің, еврейлердің сөзі деген. Түп тамырына қазығына келетін болсақ, бәрі біздің қазақ атамыздан шығып отыр екен. Ал енді қазақылық деген не? Біз жалпы тегіміз түрки тайпалар болды. Ол түрки тайпалар мемлекеттерді құрды. Және әр мемлекетте өзінің табиғат жағдайына, жер бедеріне байланысты тілдік диалектісі болды. Түрки тілдің бірнеше диалектілері болды. Сол диалектіні ұстанғанына қарамастан бірін-бірі түсінетін еді. Мысалы үшін тіпті біз мынау ата жауымыз деп жүрген қалмақтың өзінде аудармашысыз, тәржімансыз ақ түсінетін болғанбыз. Неге? Өйткені оларда түрки тілдің бір диалектісі кезінде болған. Енді кейін буддалық қосылды, басқа болысылды, екі ора ұзады. Содан кейін ол жақта кішкене бізден қазіргі несінде алшақтау болуы мүмкін. А бірақ іздеп келген кезде түбі түркилік неге келеді? Сахаңызда, бурятыңызда, тываңызда, оның бәрінің түбінде көне түркилікке келеді. Өйткені барлығымыз Алтайдан шыққанбыз, адамзаттың бесігі. Адамзаттың бесігі Алтай болған кезде, мына түрки тайпалардың бәрін біріктірген бұл қазақылық деген үлкен идеология болды. Естеріңізде болса, кешегі мынау кеңестер одағы кезінде коммунистік идеология болды. Оның алдында Алтын Орда деген үлкен, ол да бір өзіндік идеологиясы бар мемлекет болды. Мынау Аббасидтер, Үмәйялар халифаты, Араб халифаты, оны қазіргі мынау арабтың идеологтары ислам халифаты деп жүр. Бұның бәрі белгілі бір идеологияға құрылған үлкен мемлекеттер, үлкен бір идеологияның негіздері болды. Ал енді қазақылықтың негізі бұл адам мен адамның, табиғат пен адамның өзара үйлесімділігі. Сол арқылы біз үйлесімді өмір сүреміз, сол арқылы ата бабамыздың әруағын риза қыламыз. Ал енді біздің мына сөйлеп жүрген қазақ тілі деген тіліміз, бұл негізі бір ұлтқа тиесі тіл емес бұл. Қазақ тілі дегеніміз бұл адамзат пен табиғаттың арасын байланыстыратын ұлы тіл. Өтірік болса, мысалы, ең қарапайым сөз судың сылдыры дейміз, Судың сылдыры дүние жүзінде орыстарыңыз ручей журчит дейді, басқа дейді. Сонда сылдыр деген сөзді дәл қазақ құсап табиғатты суреттеп айта алатын жоқ. Білдіңіз ба? Жылқы кісінейді дейміз, ит үреді дейміз. Мысалы, кез келгенде жел еседі дейміз, жапырақ сыбдырлайды дейміз. Міне осының барлығы қазақтың табиғатты 100% нақ өзін суреттеп бергенінің арқасында бұл табиғат тілі, қазақ тілі. Ал қазақ тілі деген ол үлкен қазақылық деген идеологияның бір бөлігі. Мысалы үшін ислам діні деген ол идеология. Өйткені
бір-біріңмен сөйлескенде арабша сөйлесуің керек, амандасуың керек. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи таала ва баракатуху деп айтсаң, пәленбай сауап аласың деп қойған. Сол арқылы сен не қыласың? Жаңағы жерде арабтанасың жайлап. Машалла дейсің, астапыралла дейсің. Атамыз бабамыз айтқан деп қояды. Енді атамыз бабамыз айтса, уағыздай берген соң, құлағына құя берген соң, ана жерде отырып алып қақсай берген соң тіліне енген шығар енді. Ал жалпы әркім өзінің жолын таба білу керек қой. Ата бабамыздың әруағын риза қылу үшін өзіміздің қазақы жолымызды табуымыз керек. Сосын мынау жалпы тәңіршімін деген азаматтар қазір енді мынау исламға сенбеймін, мен тәңірге сенемін дейді. Ал тәңірлік дүниетаным деп айтып жатады. Ол тәңірлік дүниетаным дегеніңіздің өзі қазақы дүниетанымның бір бөлігі ғана. Өйткені қазақы дүниетанымда ол тәңірлік керек болса қазақы дүниетанымның ішінен атеизм шығады. Қазақы дүниетанымның ішінен деизм шығады. Қазақы дүниетанымның ішінен пантеизм шығады. Қазақы дүниетанымның ішінен агностицизм шығады. Қазақы дүниетанымның ішінен керек болса коммунизм де шығады. Қазақы дүниетанымның ішінен керек болса исламыңызда, христианыңызда, юдаизмыңызда барлығы қазақы деген үлкен дүниетанымның ұшқындары, бөлшектері. Енді осы жерде бір сұрақ туындайды. Біздің қазақ бауырларымыз осы айтып жатады, мен мұсылман қазақпын дейді. Бір бауырларымыз айтады, мен тәңірші қазақпын дейді. Біреу айтады, мен христиан қабылдаған қазақпын дейді. Енді осында бір сұрақ туындайды. Осы нәрсені ешқандай бөлмей, жармай мен қазақпын дей салсақ қалай болады? Бауырларымыз айтуы мүмкін, құр қазақпын дегенде құдайың кім деп. Қазақ енді ежелден құдайды бөлек айтқан, тәңірді бөлек айтқан, әруақты бөлек айтқан. Әруақ құдай деп үнемі әруақты құдайдың алдына қойған. Кем-кетік, жоқ-жітік нәрселерін сұрайтын болса, ата-бабасының әруағына сыйынған. Жекпе-жекке шыққанда, айтысқа шыққанда, басқа бір басы қауіп-қатерге төнген жағдайда, барлық жағдайда әруағына сыйынған. Ал тәңірім жарылқасын деп, тәңір деген сөзі болған қазақтың. Ал тәңір дегеннің өзі ғаламдық, тепе-теңдік, тылсымдық энергия, күш, қуат, шексіз. Ал енді ана дүниеде не болады деп ойлауларыңыз мүмкін. Қазақылықта, мысалы ислам дінінде айтады, ана дүниеге барсаң барзақ әлеміне түсесің, қабірге келгенде мүнкір нәңкір деген періштелер келіп сұрау салады, онан әрі қарай барады да жаңағы мизам таразысына тартады, ғамал кітабың оңынан беріле ме, солынан беріле ме, оны әлі Алла тағала шешеді деп жатады да. Ал қазақылықта өйтіп миды қатырып жатпайды. Қазақылық айтады, біреуге орғазба, орғазсаң өзің түсесің дейді. Күлме досқа келер басқа дейді. Бір досыңа күліп, әжуалап, бір адамды әжуалайтын болсаң, сол әжуалаған нәрсең басыңа келеді. Осы дүниеде қазақ айтып отырған жоқ, сен ана дүниеге барғанда құдай жарылқайды, шараптан өзендер ағып жатады, соның жағасында аунап ішіп жатасың, болмаса жаңағыдай азынан кешке дейін былжылдатып, жаңағы қордың қыздарымен ойнап жатасың деп та. Неге? Өйткені қазақылық оның бәрінен жоғары ғой. Өзі кімге не жетіспесе, ол соны айтады да. Біреуге қатын жетіспейді, содан кейін жетпесек қатын аламын дейді. Біреуге арақ шарап ішемей арманда жүреді, сөйтеді да ана дүниеге барып арақ шарап ішемін дейді. Біреу байлық, ақшадан қиналады, сөйтеді да ана дүниеге барғанда мен жеке ұшағым болады, жаңағыдай коттеджім болады, басқам болады, ана дүниеде алтыннан сарайым болады дейді. Жалпы енді кімге не жетіспесе, ол соны армандайды, аңсайды, соны айтады. Ал енді қазаққа не жетіспейді дейсіз ғой. Қазаққа өтіп кеткен ата бабасының әруағын сағынады. Соларға қауышқан кезде солармен жақсы ұялмай, бетім қызармай көрісетін болсам ғой, ата бабамның әруағына алдына барған кезде ұялмай, қызармай солардың атына кір келтірмесем ғой деп, міне қазақ ата бабасының әруағын сағынады. Өтіп кеткен өзіне тиесілі мәрхумдарын, өзіне тиесілі дүниеден озған жақын жуық дос жаран, ағайын туыс тумаларын сағынады. Ол қазаққа адам жетіспейді. Қазақ ана жерде былшылдаған сексті аңсамайды. Қазақ ана жерде ішіп жатып жаңағыдай арақ пен шарапты өзенге бағып ішсем деп аңсамайды. Алтыннан, күмістен сарай салып алсам деп, сөйтіп ана дүниеде шалқып жатсам деп қазақ оны аңсамайды. Қазаққа оның бәрі жетеді. Қазаққа оның бәрі керегі жоқ та. Қазаққа ана дүниеге өтіп кеткен өзінің ата бабасының әруағын сағынады. Ағайын туған, жора жолдас, тума туыс, жақын жуықтарының, андаларының, достарының өтіп кеткен
дүниеден озып кеткен солардың әруағын сағынады қазақ. Сөйтіп солардың әруағына сыйынады, солардың әруағынан жәрдем тілейді, және олардың әруағы бұларға жәрдем береді. Міне нағыз қазақылық деген. Ал енді сіз жаңағы жерде Аллаға сенесіз ба, Тәңірге сенесіз ба, Кришнаға сенесіз ба, Буддаға сенесіз ба, ол маңызды емес. Бүгін Аллаға сенсеңіз, ертең Тәңірге сенесіз, бүрсі күні Кришнаға сенесіз, одан кейін ешкімге сенбейсіз. Мәселе ода емес. Мәселе әрқашанда мына бойымыздағы қанымызбен, жанымызбен, жүрегімізбен қазақ болып қала білуіміз керек. Мысалы, мен Дулаттан шыққанмын, Сихым Шуылдақ деген руданмын да. Негізі Дулаттар өз мемлекет құрған. Қыпшақ, Найман, Арғын, Алшын, Уақ, Керей, Албан, Суан, Дулат, Қаңлы, Қоңырат, барлығы да мемлекет құрған, барлығы өз алдына ұлт мемлекет болған. Бұлардың бәрін қазақылық деген үлкен қассақ әлемді сақтайтын идеология, адам мен адам арасында қарым-қатынасты сақтайтын ұлы идеология қазақылық деген сол біріктіріп, бәрін қазақ қылып, бұлардың барлығын тату тәтті бір шаңырақтың астына біріктірген. Бұл тек қана қарап отырсаңыз, мысалы үшін жалайырлар парсыны билеген, үнді мен Пәкістанды дулаттар билеген, мынау неге дейін Мәскеуге дейінгі біраз жерлерде мысалы наймандардың іздері сайрап жатыр, әрі қарай жүрсеңіз қыпшақтардың іздері сайрап жатыр, мына жеріңізде өзіміздің адайлардың іздері сайрап жатыр, ары қарай барсаңыз Қоңыраттың іздері сайрап жатыр. Барлық жерде, дүние жүзінің бәрінде. Мен қазір қазақтың ізін Австралиядан тапқан жоқпын әзірге. Ал бірақ қалған континенттің барлығында қарасаңыз қазақылықтың ізі жатыр. Ол жерде қазақ деген сөз, сен әкең, шешең қазақ болмауы да мүмкін, бірақ сен қазақтың қара топырағына келгеннен соң, қазақтың мейірім, махаббат, жақсылығын көргеннен соң, сен қазақты ұлы деп қабылдаған соң, соның тілінде сөйлеген соң, қазақтың әруағы саған жар болған соң, сен сол қазақтың ішіне еніп, солармен бір болған соң, міне сен қазақ боласың. Сіздер айтуларыңыз мүмкін, қазақ болып туылады, ол тектілікте ғана болады, тексіздік текке жетпейді деп та. Жалпы қарасақ, біздің мына бүкіл қазақтың руларының гаплогруппаларын қарағанда, бүкіл дүние жүзіндегі елдердің гаплогруппасы шығып жатыр. Яғни ол не деген сөз? Ол бүкіл дүние жүзіндегі халықтардан қазақылықтың астына жиналған. Кезінде мысалы үшін коммунизмнің астына қанша халық жиналды, ислам халифаттың астына қанша халық жиналды. Мынау демократия деген мысалы үшін ол біздің қазақылықтың бір элементі. Тәңір деген ол көк тәңірі деп, ол да бір элемент. Әруақ деген ол да бір элемент. Қазақтың тілі, салты, дәстүрі ол да бір элемент. Адамдар арасындағы бір-біріне деген мейірім, шапағатты ояту, адам мен жануар арасындағы, адам мен табиғат, адам мен өзен, су, қыр, тау, тас, міне бұның бәрінің арасындағы бір-біріне деген құрметті қарым-қатынасты қалыптастыратын ұлы ұғымды қазақылық деп атайды. Және сол қазақылықты, сол ұғымды қабылдаған адамдарды қазақтар деп атайды. Ал бірақ енді ол адамдардың руына келетін болсақ, олардың руы жаңағы әртүрлі болады. Ол ру дегені кезінде мемлекет құрған, дәл қазіргі сәтте керек болса ол ұлты, ол ру деген. Ал сол ұлттарды біріктіретін үлкен транснационалды корпорацияның аты ол қазақылық. Арда болайық, назар қойғандарыңызға үлкен алғыс.